Қайырлы күн достар, бүгін тауықты духовкада пісіретін боламыз. Дәмі өте керемет, тауық өте жұмсақ болып шығады. Рецепті оңай деп ойлаймын. Жасап көріңіздер. Тауықты керегінше аласыздар өздеріңіз. Бұл жерде специяларды өзіңіздің таңдауыңызға қарай саласыз. Бірақ мен бұл жерде паприка салдым, тұз салдым, томат пен кетчуп салдым. Сонымен қатар майонез салып, чеснокты езіп, барлығын араластырдым. Араластырып болған соң май құямыз, өсімдік майын. Содан кейін жақсылап араластырамыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке 30-40 минутқа қоямыз. Міне тауықтарды холодильниктен шығардым. Менде примерно 1-1,5 сағаттай тұрды. Оны пеште 280 градуста 15-20 минуттай пісіреміз. Ол сіздің печкаңызға байланысты. Ал бұл жерде картошканы алдымен суға пісіріп аламыз. Қайнаған соң тұзын саламыз. Міне біздің тауығымыз пісті. Енді жаңа қайнатқан картошканы осы тауықтардың арасына саламыз. Сосын духовкаға тағы да 10-15 минутқа салып қоямыз. Міне духовкадағы тауығымыз дайын болды. Қалағанша әрлесеңіз болады, аз көк салсаңыз болады, пияз салып, дастарханға бере берсеңіз болады. Өте дәмді, қыздар жасап көріңіздер. Алдағы әлі тағы да рецепттер болады. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған Камила, сау болыңыз.